Шуақты күндердің бірі Азамат өзінің кең жазықта тұратын батыр денсаулығымен ерекшеленетін атасына кіріп шықты. Азамат екі қолмен амандасып атасының қал жағдайын сұрастырды. Ата Азаматты төрге отырғызып, кішігірім дастархан жайып әңгімесін бастады. Прогресс күннен күнге ілгері ұмтылады, технологиялар пайда болды. Жасың да, кәрің де өзгеріп жатыр. Көрімдік пен сүйіншуді сұрап ешқайда баруың да керек емес. Әлеуметтік желіңе жаңалығыңды салып, сыйлығыңды поштамен жолдай саласың. Біздің кезімізде ағайын туысты көру үшін барлық мүмкін әдіспен жол жүретінбіз. Туысқандар біздің бәріміз ғой. Еш әлеуметтік желі мен қоңырау шалу болған жоқ. Тек нағыз құшақ пен тәтелерінің сүйкенінен су болып қалған екі бетің. Қазақтардың туыстық байланысы мықты. Сол себепті дәстүрлеріміз де туысқандармен байланысты. Қуанышта да, қайғыда да олар біздің жанымызда. Бұл махаббат біздің қанымызда. Жанұя, жоқ, жанұя деген қазақтар үшін барлығы. Бірақ қазір біз туған туыспен араласуды қаншалықты маңызды екенін барамыз. Демек қаншама дәстүріміз ұмытылып бара жатыр. Бұрын біз балаларымызды нағашылары қалдыратынбыз. Қазір балаға тәрбиені мультик беріп жатыр. Бұрын біз асарға шақырып жанұядан көмек сұрайтынбыз. Қазір болса жұмыскер жалдаймыз. Еліміздің дамып жатқаны тамаша, бірақ та дәстүрімізді есте сақтағанымыз үшін туысқандарыңа қашан қоңырау шалдың балам? Алдың күні барлығын звондадым. Барлығы қуанышты, аман есен. Гулі тәте 3 бала туыпты. Ал бәке картоп жинап алған. Әй, жарайсың балам. Қай жердің баласы екеніңді ұмытпа. Ал адам оны ұмытып кеткен сияқты. Жалпы адамды да бәрі ұмыта бастады.